Ассаламалейкум қазақ елі. Елімізде болып жатқан дүрбелең оқиға менен де алаңдатпай қоймады. Құлшылық сапарында жүруіме байланысты мына видео үндеуді жариялауды дұрыс көрдім. Мешіт жамағаты имамды қолдамайтын болса, ол имам жамағаттың алдында намазға шығуы макрух күнә болып есептелінеді. Дәл сол секілді халық басшылары, өкімет басшысын қолдамайтын болса, ол басшында шариғат қолдамайды. Мұнымен айтқым келгені, екі қол қосылғанда шапалақтың үні шыққан секілді, мынау құзырлы мекемелер, әскери қызметтегі полиция қызметкерлері кішкене күш қолдану тәсілін доғарсаңыздар, халықпен біріксеңіздер. Мемлекет басшысын, өкіметті халық 50% қолдап, 50% қарсы шықса, онда бәріміз бірігіп өкіметті, патшаны қорғау міндет болады. Бірақ бұл жерде байқағанымыз 100% халық өзінің жан айқайын жеткізуге көшеге шықты. Уа халқым, сөз бостандығы, ойды жеткізу, көшеге шығып, жан айқайды айту, бұл құпталған мәселе. Нағыз демократия ислам дінінде. Дегенмен, көшеге шыққаннан кейін оның әдептері болады. Талдарды сындырып, көліктерді өртеп, ғимараттарды қирату бұл әдепсіздік. Қашан әдепсіздік жасалған кезде ол жерге Алланың көмегі болмайды. Ол жерге шайтанның әскері келеді. Халықтың негізгі мақсаты әлеуметтік жағдайымызды көтеріп, болашақ ұрпақтың алдында жарқын күн сыйлау. Сол мақсатқа жету үшін әдептен аттамауға шақырамын. Мен халықпен біргемін. Отанды сүю иманнан, еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай.